Сәлем достар, біздің бүгінгі кезекті рубрикамыз әжеммен бүгін сұрақ-жауап рубрикасын түсіретін боламыз. Яғни мен қазір әжеме сұрақтар айтам, яғни өзім туралы, и әже оған жауап беретін болады. Ал міне мен әженің соткасына өзім сұрақтарымды жіберіп қойдым. Енді қазір бастайтын боламыз. Ал кеттік. Бірінші біздегі сұрақ: менің ең ерке қылығым қандай? Сенің ең ерке қылығың ата әже дегенің, еркелегенің, жүгіріп алдымыздан жүгіріп ата әже деп жүгіріп шыққаның сенің ергелігің. Ең кішкентай күнінде. Болды ма? Ал біздегі екінші сұрақ: бала кезіңізде ең көп не білдірдіңіз? Яғни сол, короче. Мен ештеңе білдірген жоқпын. Ақылды болып өстім. Ата әжемнің сүйікті қызы болып. Жақсы. Үшінші біздегі сұрақ: бір күнге жас қыз болып қалсаңыз не істер едіңіз? Мен сияқты болсаңыз не істер едіңіз? Қонар едім ба? Мен сияқты жүрер едіңіз ғой. Менің емес, жоқ, бұны айтпай ақ. Иә. Соға қай әнді ең жақсы көресіз? Біздің әже ән тыңдамайды, сол үшін бұл керек емес. TikTok түсіріп көргіңіз келе ме мен сияқты? Иә, түсіріп көргім келеді. Уже түсіріп бастап жатыр мен қасымда жүріп. Менің ең ұнайтын тағамым қандай? Манты, бешбармақ, палау. Дұрыс. Мен кішкентай кезімде қандай қызық қылықтар жасадым? Сен ба? Сен қылығың жүгіріп, ойнап, әр затты бүлдіріп, қасыңдағыларды ұрып кететін едің, жылатып кететін едің, өзің жыламайтын едің. Болма? Қайсысы жақсы, қазіргі заман ба, әлде сіздің жастық шағыңыз ба? Менің өзім жастық шағым. Бәріне жастық шақтары ұнайды. Менің ең жақсы қасиетім қандай? Сенің ең жақсы қасиетің әже ата дегенің, мама бапа дегенің. Неге жаңа істеді де? Қайталанды. Ерке қылықпен жақсы қасиеттен бір емес па, да? Соны айттың ғой. Дұрыс, енді келесі: немереңіз ретінде мені қалай сипаттар едіңіз? Немеремді тап осы қылығымен сипаттаймын. Маған қандай ақыл айтасыз? Мен немереме, мен алдағы өмірде немереме айтар ақылым: тәртіпті бол, үлкендердің ақылын тыңда, сабағың жақсы оқы, не алдыңа арман қойсаң, соған жет дер едім. Дұрыс. Маған не тілейсіз? Дұрыс қой, да, барлығы? Сіз үшін отбасы деген не? Отбасы деген ең маған бақытты. Бақыт ба ол? Ең бақытты күніңіз қай күн болды? Әр күнім менің бақытты. Әр күніме менің бақыт әкеледі. Бақытыма, ең бақытты күндеріме ризамын. Дұрыс. Мен достар, біздің әжемен бірге сұрақ-жауап рубрикамыз бітті. И всем пока! Давайте.